Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге сүзбеден жасалатын бәліштің рецептісін ұсынамын. Бәліштің көлемі осы протеиннің көлемінде үлкен болып шығады. Дәмі сөз жоқ, керемет, жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Бәлішті жасау үшін алдымен бізге керекті заттарды дайындап аламыз. Ұн қажет, салқын сары май, 20% қаймақ, қант және де жұмыртқа қажет болады. Осымен барлығын осылай алдын ала дайындап қоямыз. Енді ұнды осылай ыдысқа саламыз. Кішкене үлкендеу ыдысымызға міндетті түрде електен өткізілген ұн болуы керек, және де салқын сары майымызды аламыз да осылай үккіштің көмегімен немесе қолымыздың көмегімен үгітіп алатын боламыз. Біз қазір песочный тесто дайындаймыз, сол себепті бізде сары майымыз салқын болуы керек. Яғни осылай видеода көрсетілгендей етіп бәрін үгітіп шығасыздар. Міне осымен дайын. Енді осының үстіне қантымызды салып, жақсылап тағы бір рет қолымызбен ысқылап аламыз. Одан соң қаймағымызды қосамыз, және де жұмыртқамызды қосып, яғни қамырымызды дайындайтын боламыз. Мен толық құрамын осы видеоның астына, яғни описание бөліміне грамдарына дейін қанша қажет барлығын жазып қоятын боламын. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Және де одан артық заттардың қосудың қажеті жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді дайын болған қамырымызды, мінекей біздің көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын, өте жұп-жұмсақ, нәзік болып шықты. Енді осы қамырымызды салафанға салып, 1 сағатқа мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Осы аралықта салмасын дайындап қоямыз. Бізге осындай творог қажет, яғни осындай сүзбе қолдандым мен. Бұл өзі дайын үгілмелі сүзбе болғандықтан езбедім. Егер сіздерде кәдімгі творог қолдансаңыздар, міндетті түрде блендермен езіп алыңыздар. Және де енді осының үстіне қаймағымызды саламыз, және де қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Барлығын салып алғаннан кейін сүзбелі салмамызды дайындайтын боламыз. Блендердің көмегімен езіп алсаңыздар да болады, немесе осындай мен сияқты венчиктің көмегімен де жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Өздеріңізге ыңғайлы затты қолдана беріңіздер. Ең бастысы, яғни массаларымыздың барлығы бір-бірігімен бірігіп, яғни осындай біркелкі масса шығуы керек. Біздің сүзбелі салмамыз осымен дайын. Енді уақыт өткен соң жаңағы қамырымызды алып, 2-ге бөлеміз. 1 бөлігін үлкендеу, ал 1 бөлігін кішкентай етіп дайындап алыңыздар. Қазір енді осы қамырымызды жайып шығатын боламыз. Мен бірінші үлкендеу бөлігін алып, яғни жайып аламын, кішкене бетіне ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып шығатын боламын. Барлық протеинге жететіндей етіп, үлкендеу етіп жайып аламын. Егер қаласаңыздар, кішкентай формаға да жасауға болады, яғни 20-22 сантиметрлік формаға. Ол кезде уже биік болып шығады. Ал егер мен сияқты үлкендеу формаға жасасаңыздар, онда оның биіктігі аласа болып шығады. Жайып болған қамырымызды протеинге астын майлап осылай жайғастырып аламыз, яғни барлығын бір теп-тегіс етіп жайып алыңыздар қолдың көмегімен, жан-жағына, яғни шеттеріне бортигін шығарып. Міндетті түрде астын майлаңыздар. Егер сіздерде пергамент қағазы болса, онда майлаудың қажеті жоқ. Және де осыдан соң, яғни шаңышқының көмегімен осылай тесіп аласыздар. Содан соң жаңағы дайындап алған салмамызды салып алатын боламыз. Салып алған соң барлық жеріне жететіндей етіп әдемілеп жайып шығыңыздар. Осылай жайып аласыздар. Егер сіздерге менің видеом ұнап жатса, міндетті түрде пікір қалдыра кетіңіздер.
Және де мен жаңағы кішкентай бөлікті қамырымды алдын ала осылай жайып алдым. Енді жайып алған қамырымызды пышақтың көмегімен немесе арнайы кескіш бар болатын болса, әдемі көріну үшін сондай кескіштерді де қолдансаңыздар болады. Осындай ұзын үлкен жолақтарға бөліп шықтым. Бірнеше бөліктерге барлық қамырларымызды осылай бөліп аласыздар. Енді осыны жаңағы дайындап алған, яғни қамырымыздың үстіне әдемілеп орналастырып алатын боламыз. Шетінен осылай барлығын жайғастырып алыңыздар. Артық жері артылып жатса, яғни қолдың көмегімен алып алсаңыздар болады. Содан соң екінші бөлігіне де осылай жайғастырып шығасыздар. Осылай жасасаңыздар, жаңағы пирогтарымыз, яғни бәлішіміз өте әдемі көрінеді. Дастарханға қойғанға да, кескен кезде де өте әдемі көрінеді. Сол үшін осындай жолақтарға бөліп қамырымызды осылай әдемілік ретінде қолдансаңыздар болады. Содан соң қызарып пісіру үшін міндетті түрде жұмыртқа жағамын мен. Сіздерге де жағуға кеңес беремін. Яғни осылай барлық шетіне қамырымыздың жететіндей етіп жағып шығыңыздар. Және де осы аралықта, яғни 180 градуста пешімізді қыздырып дайындап аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минутта пешіңіздің ыңғайына қарай пісіп шығады. Міне осымен біздің бәлішіміз дайын. Суыған соң, яғни қант ұнтағын осылай сеуіп, міндетті түрде кесіп, ыдысымызға салып алып, шайға ұсынсаңыздар болады. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Және де видеом сіздерге пайдалы болып ұнаса, міндетті түрде өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Назарларыңызға үлкен рахмет, және де барлықтарыңызға ас болсын.